Саламатсыз ба, студенттер? Өтіп кеткен дәріс бойынша біз мазмұн, мақсатын қарастырдық. Қандай ғылымдар бар екен геоморфологияда? Еңбектерін қарастырдық. Егер дегеніміз не? Жалпы геоморфология қандай мақсатты қояды екен? Бүгін біз екінші тақырыпты жалғастырамыз. Жердің жалпы морфологиясын, материктердің орналасу ерекшеліктерін қарастырамыз. Жердің жалпы морфологиясы, материктердің орналасу қандай ерекшеліктері бар екен? Жер планетасының қойнауында ерекше геологиялық құрылыстармен сипатталатын өте ірі құрылымдық элементті материк, континент деп атайды. Материктер платформаларға және қозғалмалы белдеулерге бөлінеді. Мұнда вулканизм құбылыстары жоқ, сондықтан оларды шамалы сейсмикалық әрекеттілігімен ерекшеленетін аймақтар, үстірттер, қырқалар, денудациялық жазықтар, қыраттар мен Балтық және Сары теңіз типтес қайранды теңіздер алып жатыр. Мына жерде денудациялық жазықтардың көрінісі көрсетіліп тұр. Жоғарыда айтылғандай, материктік платформалардың жасы әртүрлі болады. Мәселен, Кембрийге дейінгі Сібір платформасының солтүстік шығыс бөлігін жиектеген таулы белдем мезозой кезінде ғана платформа болып қалыптасқан. Ұзақ уақыт тектоникалық тыныштықта болған ежелгі платформалардың кейбір бөліктері тектоникалық, неотектоникалық кезеңде неодеформацияларға ұшырап, олардың орнында жанаған таулар, яғни эпиплатформалық таулар пайда болған. Енді ежелгі платформалар аумағындағы бедер пішіндеріне келсек, Кембрийге дейінгі ежелгі платформаларға оңтүстік Америка, Африка, Арабия, Үндістан, Австралия, солтүстік Америка, шығыс Еуропа, Сібір, солтүстік Қытай, оңтүстік Қытай платформалары жатады. Бұл жердегі картада барлық көрініп тұр. Айтып кеткенімдей, оңтүстік Америка бойынша, солтүстік Америка бойынша, оңтүстік Қытай, солтүстік Қытай платформалары жатады. И Австралияны да жатқыздырамыз. Егер бұл айтылған платформаларды планда тектоникалық және гипсометрлік карталармен салыстырсақ, онда материктердің біршама бірдей тегіс келген, төмен түскен немесе сәл көтеріңкі келген аймақтары осы платформаларға сәйкес келеді. Алайда бедердің сипаты бұл кеңістіктерде бірдей болып келмейді. Платформа өңірінде жер бетіне қатпарланған және метаморфталанған түрінде көрініс беретін іргетастық бөлігін қалқандар деп атайды. Олар платформалар едәуір бөлінген алып жатады да бедердің қалыптасуында маңызды роль атқарады. Ал олардың платформалық тыспен көмкерілген тұстарын тақталар, плиталар деп атайды. Бұлар қалқандарға қарсы мағынада қолданылады. Қалқандар мен тақталардан басқа ежелгі
платформалардың маңызды құрылымды элементтерінің бәріне антиклиздер мен синеклиздерді жатқызуға болады. Бұл құрылымдар платформа өңірінде кең аумақты көтерілімдер мен ойпаттар түрінде көрініс береді және көбінде іргетастық блоктардың тектоникалық жарылымдары бойымен қозғалысқа ұшырап отырады. Антиклиздер мен синеклиздер жер бетінің ағынды суларының таралуына және өзен жүйелерінің қалыптасуына әсер етеді. Өзен жүйелері планда синеклиз құрылымдарына бейімдеу болса, антиклиз негізінде сұйырық өңірлерінде орын тепкен. Осылайша, Шығыс Еуропа платформа аумағындағы орталық Днепр, жоғары Еділ, Печора алаптарына планда Украина, Мәскеу және Печора синеклиздерінің контурларына сәйкес келеді. Баяу және ұзақ уақыт неотектоникалық көтеріліске ұшыраған қалқандар мен антиклиздер денудациялық жазықтардың қалыптасуына жағдай жасайды. Ұзақ уақыт бойы төмендеуге ұшыраған және қазіргі заманда төмен түсу процесін жалғастырып келе жатқан синеклиза құрылымдарының планында көп жағдайда аккумуляциялық жазықтар ұшырасады. Мәселен, Амазонка бойындағы аккумуляциялық жазық Оңтүстік Америка платформасының синеклизіне ұштасқан. Негізінен бұның құрылу процесі протерозой дәуірінің басталған. Сондай-ақ Каспий маңызының аккумуляциялық жазығының іргетасы палеозой дәуірінің Пермь қабаттарында жатыр. Аккумуляциялық жазықтар аумағында денудациялық процестер мардымсыз болады. Келесі жолы осы аккумуляциялық жазықтарды біз жалғастырамыз.